Негізі осы палауды жасағанда көпшілігімізде дұрыс шықпай жатады. Не күріштен, не судан, қайсынан екенін білмейміз. Ал қазір сізге шашырап пісетін шашпа палаудың рецептімен бөлісемін. Ең алдымен парақшама тіркеліп алыңыз. Бірінші пиязымызды, етімізді турап аламыз. Қызып тұрған майымызға пиязымызды салып, етімізді салып қуырамыз. Қайсысын бірінші салып қуырсаңыз да өзіңіз білесіз, әркім әртүрлі қуыра береді, ешқандай разница жоқ. Сосын сәбізімізді соломка етіп салып қуырамыз. Зира және тұз салдым. Мен барлығын осы пияламен өлшеймін. 3,5 пияла су құйдым, жарты пияла қайнаған уақытына кетеді. 3 пияла күріш саламыз. Сонда тең-бетең шашырап, суы көбейіп кетпей жақсы піседі. Бұл жерде күрішті мен лазер атты күрішті қолдандым. Және де оны ет піскенше мұздай суға жаңағыдай салып қоямын. Кішкене жібіп тұрады. Лазер күріш килограмм 1200 теңге тұрады. Оның оригинал еместері де бар, 900 теңге, 800 теңгелік. Бірақ